Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мінекей алмадан өте дәмді шығатын, дәмі енді бал секілді, жасалу жолы оп-оңай, ал вареньенің түсі дәл осындай сап-сары өте әдемі шығатын варенье жасайтын боламыз. Достар, видеоны аяғына дейін қарамастан бұрын каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақ тіліндегі арналардың өсуіне қолдау жасап, лайк басып, қоңырауша батырмасын баса кетулеріңізді сұраймын. Ал енді бүгінгі басты тақырыбымыз вареньені жасау үшін алмаларды жақсылап жуып, мінекей дәл осындай кубиктеп турап шығамыз. Дачада жерге түскен соғылған, ұрылған алмаларды жинап алып, мінекей бүгінгі вареньені басқалы жатырмын. Бұл вареньенің дәмі енді керемет, өте бал секілді болып шығады. Өте сондай нежный, өте дәмді. Барлық балалар кәдімгідей жегенді, ересектер де жақсы көреді, балалар да жақсы көреді. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ал енді барлығын осылай кубиктеп турап алдық. Туралған алмаларды табаққа салып, енді қантты өлшейтін боламыз. Мінекей 1 килограмм алмаға 1 килограмм қантты өлшеп алып, мінекей табаққа салып, оның үстіне жаңағы туралған алмаларымызды қосып, осылай қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Алмамыз езіліп қалмайтындай қолымыздың көмегімен мінекей аккуратно әбден жақсылап араластырамыз. Одан кейін газдың бетіне қойып, яғни бәсеңдетілген отта қанты ерігенше дейін қайнататын боламыз. Қанты ерігеннен кейін бетіне крышкасын жауып, тағы да мінекей 5-10 минуттай қайнатып аламыз. Қараңыздар, өте бәсеңдетілген отта қайнатамыз. Мінекей қанты жаймен ери бастайды. Бірден оттың астын қатты ашып жібермеу керек, яғни бәсеңдетілген отта жаймен өзі қанты еріп, мінекей қайнай бастайды. Қалай қайнай бастағанын байқағаннан кейін бетіне крышкасы жауып, 5-10 минуттай бұқтыратын боламыз. Одан кейін астын өшіріп тастап, әбден суығаннан кейін бір жақсылап араластырып, жаймен қасықтың көмегімен, мінекей одан кейін қайтадан бәсеңдетілген отқа қойып, бір қайнағаннан кейін бетін қақпақпен жауып, тағы да бір 5-10 минуттай өте бәсеңдетілген отта қайнататын боламыз. Мінекей қараңыздар, түсі қандай сап-сары, дәмі енді бал секілді өте дәмді шығады. Сондықтан бұл вареньені міндетті түрде жасап алыңыздар, жасап көріңіздер деп кеңес беремін. Қараңыздар, ешқандай түсі әдемі. Мінекей дәмін көрсеңіздер, енді дәмі түсінен де әдемі деп қояйын. Өте дәмді шығады. Жасалу жолы бастысы оп-оңай. Турадыңыздар, қантпен жақсылап араластырдыңыздар. 5-10 минут қайнатамыз, крышкасын жабамыз. Суығаннан кейін дәл осылай тағы да қайталап шығамыз. Енді мінекей банкаларымызды жақсылап жудық. Стерильденген банкаға қазір мінекей дайын болған вареньемізді жақсылап араластырып алып құятын боламыз. Алдын ала қыздырылған духовкада 180 градуста осы жақсылап жуып алған банкаларымызды салып 10 минуттай стерильдеп аламыз. Енді мінекей стерильденген банкаға, қайнап тұрған ыстық банкаға ыстық вареньемізді құйып, бірден крышкасын жауып, осылай жауып тастайтын боламыз. Банкалардың барлығына бірдей біркелкі құйылу үшін алдымен қоюларын құйып алсаңыздар да болады. Одан кейін барып үстіне қалған сұйықтықтарын біркелкі етіп құйып шығамыз. Сонда банкаға салынған вареньеміз барлығы бірдей біркелкі болып шығады. Бұл вареньенің тез дайындау жолының бір ерекшелігі, яғни мысалы басқа варенье жасағандағыдай сіздер жеміс-жидекке қантты қосқаннан кейін өзінің сиропы шыққанша күтіп отырмайсыздар. Яғни турадыңыздар алманы, қантпен жақсылап араластырдыңыздар да, бірден қолдың көмегімен осылай екеуін жақсылап араластырып, яғни сироптың бетіне бөлініп шыққанын күтіп отырмайсыздар, бірден газға қойып қайнатып аласыздар. Қараңыздар, енді түсі қандай керемет, дәмін көрсеңіздер тіптен керемет. Сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, видео пайдалы болса, видео ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып, қолдап отыруларыңызды сұраймын. Варенье алманың қысқы лимон сортынан жасалынды. Мінекей қараңыздар, түсі қандай әдемі. Және бізде тауда барлық жеміс-жидектер, жеміс ағаштары кеш пісетін болғандықтан, әлі күнге дейін мінекей алмадан сок жасап, варенье жасап, джем, повидло жасап жатырмын.
Егер де қысқа сақтаған алмаларыңыз немесе алма жинау барысында жерге түскен, шіріген, ұрылған, соғылған алмаларыңыз көп болса, дәл осы вареньені жасап алсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Енді дәмі енді керемет. Қараңыздаршы, қандай вареньенің түсі қандай прозрачный, сондай дәмі де сондай нежный, өте дәмді шығады. Сондықтан тағы да айтам, міндетті түрде уақыттарыңыз болып, алмаларыңыз болып жатса, міндетті түрде дәл осы вареньені жасап алуға кеңес беремін. Достар, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін сіздерге мыңда бір рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Кездескенше сау саламат болыңыздар.